Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазір бізде жаратылыстану сабағы, бүгін ерекше сабақ. Сол үшін қазір бәріміз ортаға сыртқы шеңбер және ішкі шеңбер болып тұрамыз. Балалар, біз үй тапсырмасын тексеру үшін ішкі шеңбердегі оқушылар сыртқы шеңберге, сыртқы шеңбердегі оқушылар ішкі шеңберге сұрақ қойып жіберейікші кәнекей. Мөлдір, сен сұрақ қоя ғой? Невролог деген кім? Алихан? Невролог деген адамның жеке жүйесін емдейтін маман. Көзі нашар көретін адамдар қалай оқиды? Көзі нашар көретін адамдар Braille қаріптермен жазылған кітаптарды саусағының ұшымен сипап сезу арқылы оқиды. Жақсы. Сезім мүшелерін атап. Сезім мүшелеріне сипат сезу, дәм сезу, иіс сезу, есту және көру жатады. Жақсы. Күн тәртібі жүйке жүйесіне әсер етеді ме? Күн тәртібі жүйке жүйесіне әсер етеді. Дәріс шығару жүйесіне қандай мүшелер жатады? Дәріс шығару жүйесіне бүйрек, өсек-қағар, қуық жатады. Өте тамаша. Заттарды қалай көреміз? Заттарды көзбен көру арқылы көреміз. Өте дұрыс балалар. Олай болатын болса, қазір бәріміз топқа бөлінейік. Олай болатын болса, балалар топқа бөліндік. Бірінші топта бізде құлақ тобы, екінші топ қол тобы, үшінші топ көз тобы. Ал балалар, олай болатын болса, біз қазір өткен тақырыппенен жаңа сабақты байланыстыра отырып, миға шабуыл әдісін жүргізейік. Ол үшін біз қазір таңға жайып алаң атты ойынды ойнап жібереміз. Кәусарға бағытталды, Кәусарды көрсетіп тұр. Кәусар, жауап бере қойшы, дене дегеніміз не? Дене дегеніміз айналамыздағы заттар. Жәнерке, жел қалай пайда болады? Жел салқын ауаның қалдықтары бір жерге кездейсоқ жиналса, онда жел пайда болады. Жарайсың. Ал олай болатын болса, балалар, ары қарай жалғастырайық. Келесі бізде ойынымыздың бағыты кімді көрсетер екен? Жақсы. Алихан, табиғаттағы су неліктен таусылып қалмайды? Өйткені табиғатта су айналым болады. Бұл жолы кімге түседі екен? Көрейік. Мейірбек, зат дегеніміз не? Зат дегеніміз айналымыздағы денелер. Өте тамаша. Ал кәне балалар, олай болатын болса, заттарға мысал келтірейікші. Кім мысал келтіре алады? Сабина? Есім, кітап, күнделік, дәптер, орындық. Өте тамаша. Барлығы заттар. Өте тамаша, балалар. Бүгінгі жаңа сабағымыз заттардың қасиеттері. Бүгінгі сабағымызда біз заттарды зерттейтін боламыз. Не үйренеді екенбіз? Кім оқып береді? Жансая? Заттың қандай қасиеттері болатынын білеміз. Заттың қасиетіне байланысты қалай қолданатынын түсінеміз. Жақсы, өте тамаша. Олай болатын болса, енді мына заттарға бері қарайықшы. Бірінші топтағы суреттерге не ортақ? Екінші топтағы суреттерге не ортақ? Неден жасалған? Қандай байланыс бар бұлардың арасында? Бірінші топтағы заттар ағаштан жасалған. Газет, кітап және жұмыртқа салғыш қорап. Бұлардың барлығы ағаштан алынады. Келесі, кім жауап береді? Балауса? Екінші топтағы заттар. Бірінші қолғап ол жіптен тоқылған. Екінші қолғап ол былғарыдан жасалған. Тамаша. Үшінші қолғап ол резеңкеден жасалған. Өте тамаша.
бір заттан бірнеше дене жасауға болады, және бір денені әртүрлі заттан жасауға да болады. Бүгінгі сабағымызда балалар қуаттағыш әдіс арқылы өз-өзімізді бағалайтын боламыз. Ол үшін сендердің алдарыңда бағалау парағы таратылған. Фотоколлаж әдісі арқылы біз енді суретпен жұмыс жасаймыз. Бірінші топ пластмассадан жасалған заттар, екінші топ ағаштан жасалған заттар, үшінші топ рәзіңкемен жіптен жасалған заттарды жинақтайтын боламыз. Сендер ол үшін әр топтан бір-бір оқушыдан келіп, мына жерде суреттерден таңдап аламыз. Кәні бірінші топтан кім шығады? Жансая, екінші топтан Нұрсая, үшінші топтан Жарайт, арайлым келіп суреттерін таңдай қойыңдар. Енді орнымызға отырып, сендерге алдарыңда парақ таратылған. Сол параққа жапсыру жұмысын жасаймыз. Коллажымызды бітсек, балалар, ортаға әр топтан бір-бір оқушыдан шығып, ортаға шығып қорғайды. Бұл, яғни денелердің ортасында не ортақ, қандай байланыс бар, түсіндіріп өтеміз. Әр топтан бір-бір оқушы шықсын. Бірінші топтан сендер пластмассадан жасалған бұйымдарды қорғауға кім шығады? Жансая. Екінші топ сендер ағаштан жасалған бұйымдар. Оған кім шығады? Кәнеки, Нұрсая. Үшінші топтан сендер рәзіңкемен жіптен жасалған бұйымдарды қорғауға Жарайт, балауса шығамыз. Бұл жерде барлығы пластмасса және пластиктен жасалған. Бұл заттар бізге күнделікті өмірде қажет. Бұл жердегі заттарға ортақ бізде пластмасса және пластик. Өте тамаша. Бұл заттардың барлығы ағаштан жасалған. Бұл заттардан тағы да басқа заттар ағаштан жасалады. Көбінесе бізге құрылыс жайында ағаштар көп қажет болады. Бұл заттардың барлығы резеңке және жіптен жасалады. Бұны біз күнделікті өмірде қолданамыз. Бұл қолғап бізге ас бөлмесінде қажет болады. Бұл доп балалар ойнайды бұл доппен. Бұл киім жіптен тоқылған. Бұл қолғап, біз оны қолымызға қыс мезгілінде киеміз. Өте тамаша балалар, өте жақсы жауап бердіңдер. Олай болатын болса, осы қорғаған білім алушыларымызды біз қошемет көрсетіп білдіріп жіберейікші, кәнекей. Ал енді балалар, осы жасаған жұмысымызды мына дескрипторға қарай отырып, өз-өзімізді бағалайық. Бұл жерде топтағы денелердің арасындағы байланысты анықтайды. Оған 2 ұпай қоямыз.
және суреттегі заттардың қандай материалдан жасалғанын анықтайды. Оған 2 ұпай қоямыз. Алдымыздағы бағалау парағына қарай отырып бояймыз. Балалар, біз өз-өзімізді бағалап бітсек, келесі біз зерттеушіміз әдісі арқылы келесі тапсырманы орындаймыз. Ол үшін біз зерттеу жұмысын жүргіземіз. Бірінші топ ерігіштік қасиеті бар заттар, екінші топ қатты заттарды, үшінші топ жанғыш заттарды зерттейтін боламыз. Ал балалар, олай болатын болса, біз зерттеу жұмысын жүргізу үшін ортаға әр топтан бір оқушыдан келеміз. Бірінші топтан Әлібек, екінші топтан Нұрахмет, үшінші топтан Алихан келе ғой. Келіп заттарды таңдап аламыз. Өзімізге қажет заттарды. Ерігіштік қасиеті бар, қатты заттар және жанғыш заттар. Ал балалар, олай болатын болса, жұмысымызды аяқтасақ, ортаға әр топтан бір оқушы шығып, қорғаймыз. Мына топтан кім шығады? Мейірбек. Екінші топтан Сабина. Үшінші топтан Ернар. Шығамыз ортаға. Біз мұна тұзды стақанға салғанда ол еріді. Дәл солай мұна қантты да стақанға салғанда ериді. Мұна кәмпитті де мұна стақанға салатын болса, ол да не істейді екен? Ол да ериді. Ол кішкене секунд өткен соң еріп бастайды. Бізге берілген қатты заттар. Мысалы да, мұна стақан біз жерге тастасақ, бұл тез сынады. Мысалда бұл шеге, бұл да қатты. Және бұл деген қолданылса, қаншама заттарға қолданылса, мысалда бұл морт сынғыш болып келеді екен. Мынау балта, бұл өте қатты және тез сынбайды. Тамаша. Ернар. Бұл заттардың барлығы өте қатты жанғыш заттар. Жанғыш заттар болып келеді екен. Тамаша. Мейірбек ерігішті заттар бар қасиеттерді анықтады. Сабина қатты заттарды анықтадық. Ернар жанғыш заттарды анықтаған болды. Олай болатын болса, балалар, мына зерттеу жұмысын жүргізген үш оқушыға қошеметімізді білдіріп жіберейік. Тамаша. Осы дескриптарға назар аударамыз. Зерттеу жүргізіп заттардың қасиетін анықтасақ, 2 ұпай қоямыз. Заттардың қасиетін өзгертуге болатын туралы әңгімелесек, 2 ұпай қоямыз. Бағалау парағымен жұмыс жасаймыз. Бояңдар.
бағалап бітсек, сергіту сәті келесі. Зат пен дене ойын ойнайтын боламыз. Балалар, енді экранға назар аударамыз. Ненің суреті шықты? Қайсы? Жақсы, бұл қай жерде қолданады? Кәні? Абзал? Шаштаразда. Жақсы. Еркебұлан? Тігін тіккенде. Айса? Еңбек сабағында. Тағы жерде қолданады балалар? Ас бөлмесінде. Өте тамаша. Жақсы. Келесі, ненің суреті шықты? Дөңгелек. Жақсы. Дөңгелек қай жерде қолданады? Саида? Велосипедтің дөңгелегі. Жақсы. Тағы да? Балалар? Нәрестенің қол арбасында қолданады. Жақсы. Тағы да? Мотоциклдің дөңгелегіне. Мотоциклді. Тағы да Нұрахмет? Көліктің дөңгелегіне. Өте тамаша. Балалар, сергіп болсақ, келесі тапсырмамызды орындау үшін экранға назар аударамыз. Бізде қазір бейнебаян көрсетіледі. Тыңдаймыз. Әртүрлі заттардың салмағын есептеу үшін біз әрбір заттың көлем бірлігін өлшейміз. Ол үшін бір қатар өлшемдер жүргізіп, нәтижесін кесте түрінде жазуымызға болады. Заттың көлем бірлігінің массасына тең шама тығыздық деп аталады. Тығыздық әртүрлі бірлікпен берілуі мүмкін. Мысалы, алюминийдің тығыздығын 2,7 грамм сантиметр куб, 2,7 килограмм дециметр куб, 2,7 тонна метр куб деп жазуға болады. 2,7 тонна метр кубты тағы да мынадай түрде жазуға болады. 2700 килограмм метр куб немесе 2700 грамм дециметр куб, тіпті 0,1027 килограмм сантиметр куб десе де болады. Жылудың әсерінен заттың өзгеруі. Шырақты ыдысқа орнатып жағатын болсақ, ол жылуынан парафин еріп, төмен қарай ағады. Температураның әсерінен заттың пішіні өзгереді. Мысалы, балмұздақ ериді. Кез келген металл ыдысқа мұз толтырып, оны жылы жерге қойса, көп замай ыдыс қабырғасында су тамшылары пайда болады. Жылы ауа суық металл ыдыстың сыртымен жанасқанда, жылы ауа құрамындағы су тамшыларына айналады. Ал балалар, біз бейнебаянды тамашаладық. Енді сол сендердің көрген бейнебаяндарың арқылы сұрақтар қойылады. 5 сұрақ қойылады. Неге денелер иіледі? Температура ыстық болғандықтан денелер иіледі. Жақсы. Неге заттар ериді? Күннің ыстығынан немесе ыстық температурадан заттар ериді. Дұрыс. Келесі 3-ші сұрақ. Неге заттар балқиды? Өйткені жоғары температурада заттар балқиды. Дұрыс. Келесі сұрақ. Неге мұрт сынады? Мысалы, шыны олар шіріген кезде мұрт сынады. Шыны да? Мұрт сынады. Соңғы сұрағымыз балалар. Неге заттар қатады? Салқын температурадан заттар қатады. Дұрыс, балауса. Отыра ғой. Ал балалар, дұрыс жауап бердік бәріміз. Олай болатын болса, осы видео жазбадан көргеніміз бойынша, сұрақтарға жауап бергеніміз бойынша өз-өзімізді бағалайық. Ал балалар, бір заттың бір немесе бірнеше қасиеті болады. Мысалы, су мөлдір, аққыш зат, шыны қатты, сынғыш зат. Әр затты өзіне тән белгісі мен қасиетіне байланысты қолданамыз. Заттың түрі, түсі, иісі, дәмі, тығыздығы, сынғыштығы, ергіштігі, мөлдірлігі заттың қасиетіне жатады. Ал балалар, біз қауіпсіздік ережесінде ұмытпайық. Таныс емес заттың қасиетін білмей тұрып, дәмін татуға, иіскеуге, ұстауға болмайды. Улану немесе күйіп қалу қаупі өте жоғары. Құтының пайдасы. Біз алыс жерге баратын болсақ, біз шөлдеп немесе басқа да сұйық заттарды қоятын болсақ, құтыны пайдаланамыз. Қант ерігіш болып келеді. Мысалда, біз қантты деген ыстық шайға салсақ, ол еріп кетеді. Үйге тапсырма.
мәтінді түсініп оқимыз. Сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңдар.